Вася, чотан бір нәрсе таптың ба жеуге? Қарны ашып кетті ғой, ема деген. Жоқ, Джонни родной, әлі жеуге еш нәрсе тақпан жоқ. Мынаяқта деген пустой, короче, мусордың бәрін алып кетіп қалған ба? Енді бүгінде аш қалың деп тұрмыз ғой, родной енді деген. Вася, сен деген құр жүрмей бір нәрсе тауып қойсайшы жеуге деген. Мен деген барып анаяқтағы бомж роднойларыма барып қайтайын деген. Мынаяқта не істеп отыр мыналар деген, а? Жігіттер, не істеп жатсыңдар сендер деген, болмышсыңдар, сендер деген тамақ тапсаңдаршы, аш қаламыз ғой біз деген. Мынау кім тағы? Бауырым, сен келіп деген біздің кайф құрттың ғой. Менің есімім Кен Синхин. Мен фокусникпін. В общем айтқан кезде магиялармен айналсам ғой, в общем айтқан кезде. Мынау не айтып тұр? Ким Синхин, сен басың істей ма? Қандай фокус? Бауырым, сонда сен маған сенбей тұрсың ба? Кел қазір мен саған онда жерге түсіп бір фокус көрсетіп жіберейін. Шын айтасың ба? Фокус көрсетемін дейсің ба? Мәссаған достар, мынау деген қайдан шыққан фокусник болды? Сендер жалпы танисыңдар ма? Давайте, егер сендер бұны танымайтын болсаңдар, астында подписаться деген кнопка бар. Соны басып достар, 20 мың подписчикке барлығымыз бірге жетекші. Давайте, астындағы подписаться деген кнопканы басыңдар достар. Короче айтқан кезде бүгін видео өте қызық болады. Видеоның соңына дейін көріңдер деген, короче, Джонни бүгін деген достар, короче, өте қызықты жайтқа тап болатын болады. Так что деген смело тіркелеміз, лайкты басамыз достар. И болды достар, сендерден басқа ештеңе сұрамаймын. Комментарийға деген Джонни сила деп жазып кетіңдер. Ал олай болса кеттік ал деген. Сен деген менің сиқырыма сенбей жатқан алғашқы адамсың. Негізі маған барлығы сенетін еді. Сен мені танымайтын сияқтысың ғой. Олай болса сен давай маған 2 желаниеңді айт. Содан кейін мен саған деген сол 2 желаниеңді орындап берем. Мәссаған фокусник, шынымен айтасың ба? 2 желание дейсің ба? Опа, но достар. Ал енді ойланайық. Не ойлайтын едіңдер егер сендерге біреу келіп, осындай фокусник келіп, 2 желанияларыңды айт десе достар. Ал ема деген, мен деген сразу деген бір машина айтайын деп тұрмын ғой. Машина айтайын. Маған деген бар ғой, қымбат Lamborghini көлігін шығарып берші ал, егер сенің фокусникің рас болса. Бауырым, сен деген басың істей ма? Lamborghini деген маған шығаруға сән ғой қазір. Қара, 1, 2, 3 смело артыңды қарай бер енді. Фокусник, қош ондайларыңды айтпашы, детский әңгімелеріңді. Егер қазір артында Lamborghini болмаса, сені бір-ақ ұрып талдырам, түсіндің ба деген. Қазір көрейінші артқа қарап. Достар, мына қараңдар, шынымен де мына фокусник деген рас екен ғой, мынан бәрін деген орындап беріп жатыр ғой маған деген. Базар жоқ, фокусник, базар жоқ, сен деген мойындап жатқан сияқтымын мен деген. Ал давайте отырып көрейік достар, мына шын ба екенін өтірік пе екенін тексеріп көрмедік па? Ал кеттік, ал айдап көрмедік па? Достар, мынау деген шынымен де действительно фокусник екен. Тоқта. Мен деген қазір одан барып тағы да бір екінші желаниямды сұрамадым ба? Базар жоқ, мәссаған. Бауырым, енді сен маған сенің деген ойдамын. Ал енді сен соңғы желанияңды айт. Ал сұрай бер, бауырым, любой желание на месте ғой, короче айтқан кезде. Достар, қызықтың бәрі деген енді басылады. Короче айтқан кезде бар ғой, мынау Lamborghini'ді қараңдаршы. Базар жоқ достар. Lamborghini сұрап едім, Lamborghini әкеп берді ғой. Енді деген менде соңғы желание қалды. Не желание сұрасам болады екен достар. Короче ойланып тұрмын, қарным ашып тұр, или бір тамақ сұрасам екен достар. Если мен тамақ сұрасам таза тупой боламын ғой, білесіңдер ма деген. Мынандай Lamborghini сұрап, және де тамақ сұрасам деген бәрі күледі ғой. Фокусник, родной, маған бер қарашы деген. Айта бер, бауырым, желанияң дайын болды ма сенің деген? Енді мен бұл нәрсені біраздан бері ойланып жүргенім бар емес пашы. Сен жалпы уақытты тоқтата аласың ба? Маған уақытты тоқтатып берсең бір күнге, әшейін бір-ақ күнге тоқтатып берсең, мен деген біраз нәрселер істейтін едім да. Короче, сондықтан маған уақытты тоқтатып берші деген. Қасқа деген, базар жоқ, сен деген керемет жалан еттің ғой, уақытты тоқтатып беру дейсің ба? Жарайды, ертең тура осы 3-тен 17 кеткен уақытта мен қайтадан уақытты қосатын болам. Ал Джонни, енді саған деген бір күн срок бар, уақыт тоқталады. Короче, не істесең о істе. Короче айтқан кезде банк тонайсың ба, короче өзің білесің. Рас айтасың ба? Шынымен де уақыт тоқтатып бересің ба? Ал давай тоқтатып көрейік ал деген. Кем Синхин, сен не істеп кеттің? Қой ондайын деген. Мынау деген достар таза атмұрыз екен ғой. Мен саған уақыт тоқтатып бер дедім ғой, родной. Қасқа деген. Достар, мынау не істеп кетті? Смело осы үшін бір лайк басып қойыңызшы, билеп тұрған үшін. Бауырым, мен деген өзің магия істеп жатырмын ғой. Ё-моё деген, сен деген басың істемейді екен. Бергеш бері. Мә саған. Мәссаған, мынау деген менің түсім ба не? Мен деген, короче, достар, түсімде айтсам сенбейсіңдер. Короче, бар ғой, біреу келіп, короче, достар, маған деген бомжардың арасында, в общем, желанияңды орындап берем деп, короче, маған Lamborghini көлігін шығарып, уақытты тоқтатып берем деген сияқты еді. Деген. Опа, достар, қараңдар.
уақытты шынымен де тоқтатып қойған сияқты ғой. Базар жоқ мынаның бәрі деген қатып қалған достар. Достар, мына бомж роднойлардың бәрі қатып қалған ғой. Базар жоқ. Мынау деген менің елесім емес па деген. Базар жоқ. Қараңдар, бәрі қатып қалған деген достар. Смело лайк басамыз, арнаға тіркелеміз. Давайте Нұрғазақ арнасына тіркеліп 20 000 оқырманға жетіп бастайық достар. Давайте. Егер сендер Джонниді ұнататын болсаңдар, осындай видеолар шықсын десеңдер, смело арнаға тіркеліп комментарияға Джонни сыйла деп жазып кетіңдер достар. Лайкты міндетті түрде басыңдар. Ал кетті ал деген біз тағы да бір басқа жерлерде барып көрейік достар. Что-то қалада деген ешқандай да адам жоқ. Прикиньте, базаранет. Анау магичник деген базар жоқ шынымен де жұмыс істейді екен достар. Магиясы деген бар ғой. Қараңдаршы, мынақты деген. Кеттім, олай болса достар, мен деген өзім ламборджиниме отырып алайын. Ал достар, енді менде деген ламборджини бар. Қалада деген ешкім жоқ, базар жоқ. Енді мен деген тек қана газовать етіп газды басып қалада ары бері жүретін болам достар. Уақыт тоқтап қалды деген, базар жоқ. Бізде сағат 3-тен 25 кетіп қалыпты достар. Менде деген ровно айтқан кезде 11 сағат бар, содан кейін уақыт қайтадан орнына келетін болады. Енді достар, сендер уақыт тоқтап қалғанда не істейтіндер, давайте сразу комментарийға жазамыз достар. Патруп деген уақыт тоқтап қалса не істейтіндер достар. Ал мен болсам деген қазір сразу банк тонауға баратын едім достар. Уақыт тоқтап қалған достар, банкте ешкім жоқ. Болмаса қатып қалған ғой, айтқан кезде. Ал банкке қарай кірейік. Опа, базар жоқ. Что-то банктың іші тып-тыныш достар. Базар жоқ. Тек мынақа кіре аламыз ба, мынақа кіре алмайды екенбіз. Опа, мына сейфтің ішін ашамыз ба достар? Давайте ашылу керек қой мына сейфтің іші деген. Достар, мынаны ашу үшін маған бір минама, бір бәле керек. Олай болса мен деген қазір сразу оружейный банкты тонап кетуім керек. Яғни айтқан кезде амунешнді тонап кету керек маған достар. Ішінен бомба, анау заттар алу керек та, сөйтіп банкке келіп банкты жарып ақша тонап кету керек. Ал мінекей тез деген амунешнге де келдік енді деген. Сразу автомат анау бомбочка заттарды алу керек. Ал мінекей достар, қараңдар, мен деген оружиен толтырып алып алдым деген. Енді сразу бағанағы неге бару керек достар? Біздер деген банкке қарай бару керек достар. Мәссаған, бізде сағат деген 6 болып қапты ғой достар. Сразу деген банкке қарай ұшу керек бізгерге достар. Достар, қараңдар, GTA 5-те деген өте керемет нақта деген локация болып тұр деген. Қараңдар, күннің батып жатқанын көрсеңдер болады осы жерден деген. Сағат деген 6-тан 20 кетіп қалды достар. Енді сразу мына банкты тонап тастау керек достар біздерге деген. Тоқта кеттік. Ал Джонни деген ақшаның бәрін алу керек достар біздерге деген. Уақыт тоқтап қалған себебі деген қайтадан уақыт болса ақшаны ешкім бермейді бізге. Ал все болды. Енді қазір жарамыз достар. Тек мынақа тұрып алайын деген, өзім деген 1 2 3 Го, басталды, жарылып жатыр. Деген. Ал достар, сендер дайынсыңдар ма? Қазір деген мен мына банктың ішіне кіріп ақшаның бәрін опырып алатын боламын деген. Ал кетті, кіреміз деген. Мәссаған деген достар, пачка долларлар жатыр ғой мынаның ішінде деген. Базар жоқ. Ойбай қайта шығып кеттім мен деген. Мәссаған, мына ақшаларды көріп деген достар, менің деген көзім жайнап кетті. Енді осы ақшаның бәрін алу керек маған деген. Содан кейін маған қалаған затымды аламын ғой достар. Үй заказ беремін, машина заказ беремін. В общем, қызық болайын деп тұр. Давайте мына ақшаның бәрін салып алайын енді. Достар, қараңдаршы, мынақты деген дерзкі локация болып тұр ғой. Деген күн батып отыр. GTA 5-те деген көріп тұрсыңдар ма? 8-ден 30 кетті. Қазір деген мына ламборджинимен тұрсам вообще тема болайын деп тұр ғой мына локацияда. Мәссаған, базар жоқ. Қараңдаршы достар, Джонни деген аяқ асты бай болып кетті ғой. Базар жоқ. Давай қазір мен деген камераға түсіріп алайын. Так. Базар жоқ кән. Все болды, достар, кеттік ал деген. Енді біз деген дальше ары қарай жұмысымызды атқаратын боламыз достар. Так, достар, мына жерде деген бір сатылатын үй бар екен. Соған қарай келе жатыр. Мен деген мына үйді сатып алсам ба деп ойлап тұрмын достар. Қараңдар, опа, есігі өзі автоматты түрде ашылып отыр. Давайте олай болса деген мен осы үйді сатып ала салайын деген. Базар жоқ, гараждарда өте үлкен үй екен. Енді достар, маған тез сатып алу керек. Мына гаражда көліктер бар ма екен достар? Гаражда ешқандай да көліктер жоқ екен. Давайте олай болса мен деген қазір көліктер заказ берейін телефоннан тез деген.